Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Құрбан айттарымыз құтты болсын. Құдай тағала келесі құрбан айтқа дейін аман есен жетуімізге нәсіп етсін. Кезінде пайғамбарымыз мүбәрак саллаллаху алейхи вассалам біздің бабаларымызбен ең алғашқы кездесуі қандай жағдайда болғанын біліп пе едіңіздер? Араб жұртынан бір Махамбет деген батыр шығыпты дегенді естіген бабаларымыз, егер батырлығы шын болса, онда барып көзімізбен көрелік, жанына еріп серік болалық деп, ол кезде Түркістан елінен, түрік жұртынан 92 баулы қыпшақ атанып тұрған кезде, егер әр рудан бір батыр шықса, ру түгел болмақ деп 92 батыр атқа қонады. Қолдарында қақталған қақ сойыл шоқпар, астарында сәйгүлік. Сөйтіп отырып жолға шығады. Келсе, пайғамбарымыз ол кезде 2 соғыс өткізген екен. Бірінде жеңген, бірінде жеңілген, 3-ші соғыстың үстінде отыр екен. Сөйтіп шаң шығады екен, шыққан шаңдардың барлығы барып кәпірлерге қосыла береді екен. Мұсылмандарға бір өздерінен басқа қосылып атқан шаң жоқ. Сөйтіп тағы бір шаң шығады, шыққан шаң ол кәпірлерге қосылмайды. Тура тартып отырып, мұсылмандардың алдына келіп тоқтай қалады. Енді бұлар тіл білмейді ғой, тек ақыраңдап айғайлай береді екен. Махамбет, Махамбет деп. Мұсылмандар болса, ойбай, қазір пайғамбарымызды көрсе өлтіріп қоя ма дейді, тығы бәлек екен. Сол кезде 4 шадиярдың төбе ағасы Хазіретті Әбу Бәкір радиаллаху анху әкем айтушы еді, біз түркістандықпыз деп айтады. Сөйтсе түркіше біледі екен, келіп бабаларымызбен сөйлеседі түркіше. Сонда бабаларымыз тұрып, мына жақтан бір Махамбет деген батыр шығыпты дегенді естідік. Егер батырлығы шын болса, онда шашылған топырағы атылған оғы болғалы келдік деп, қарсы тұрған кәпірлерге лап беріп қоя береді. Өзінің жемтігіне шүйілген қыран құсап келе жатқан қауіпті төнген қауіпті көрген кәпірлер топалаң тиген қойдай бытырап қаша жөнеледі. Сондай көріністі тамашалап тұрған пайғамбарымыз шаттанғаннан ат-тур хайрун мин уммати дейді, яғни үмметімнің ішіндегі ең қайырлысы осы түркілер деп айтады. Кейін таныса жатады ғой. Сол кезде кімсіңдер деп сұрайды. Енді айтады, осындай түркілеріміз деп. Діндерің не дейді. Сол кезде дін сеніңді білмейміз. Намаз жоқ, ораза жоқ. Бір Құдай деген жанбыз депті. Озған пайғамбарымыз өстіп үйретіп кеткен депті. Енді бұлардың озған пайғамбар деп жүргендері Уысхан екен. Кейін енді бұлар пайғамбарымыздың жанында қалуды шешеді. Сөйтіп ансарлардың қатарына қосылып, енді ансарлар атанады. Пайғамбарымыздың енді өмірінің соңына дейін пайғамбарымыздың жанында болады. Барған бабаларымыздың басшысы Ақкөсе екен. Оның інісі Мәлік, оның баласы Әннәс екен. Иманбайыр, Құттықожа, Аққоян деген жанына ерген жақын серіктері бар екен. Кейін енді пайғамбарымыз қайтқаннан кейін бұлар кейбіреуі, осы Ақкөсе бар, тағы біреулері кейін қайтып осы Түркістан жеріне келіп дін жаяды. Жаңағы Ақкөсе деп отырғаны, барған бабаларымыздың басшысы, ол біз зиярат етіп жүрген Үкіш ата екен. Осындай тарихымыздың әлде қайда тереңде жатқанын көкейімізге түйе жүрейік, ағайын.